Тізенің қақсап ауырғанын бір күнде емдеуге болады. Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Видеоға лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыз. Тізе ауруы жаста да, егделерде де кездеседі. Тіпті балабақша жасындағы балақайлардың өзі тізесінің ауыратынын айтып шағымданады. Ал үлкен әже-апаларымыз тіземнің көзі ауырады деп қолын тізесінен алмай уқалап отыратынын байқаймыз. Жалпы тізе неге ауырады? Тізе бір ғана себеппен ауырмайды. Оның қақсап ауруына бірнеше жағдайлар себеп болады. Атап айтқанда, жарақат алғанда, тізе шығып кеткенде, жартылай тайғанда, аяқ сынғанда және бұлшығы созылғанда тізе ауырады. Ауруы ұзаққа созылып, тіпті уақытылы емдетпесе созылмалы ауруға ұласуы ықтимал. Тізенің буыны шығып кеткенде, егер тізеңіздің іскенін байқасаңыз, онда тізе шығып кеткен болуы мүмкін. Тізе буынындағы ішкі және сыртқы шеміршек ажырағанда, мұндай диагноз негізінен спортпен айналысатындарда жиі кездеседі. Ал егер тізені бүккен уақытта сықырлап ауыратын болса, онда сізге минералды заттар жетіспейді. Сіңір зақымдалғанда, қатты ұрып алаңсыз немесе құлап қалсаңыз, тізенің арты мен айналасы ауырады. Бұл сіңірдің зақымдалғанын белгі береді. Артроз бен артрит 50 жастан асқандарда осы ауру белең алады. Бұл алдымен тізенің жұмысын тежейді. Аяқтың буынның қақсап сырқырап ауруына әкеледі. Салдарынан жүріп тұруы қиынға соғады. Тұз байлану. Егер аяғыңызды тізеден төмен тұсы ауыратын болса, онда ағзада несеп қышқылының көбейгендігін айқындайды. Дереу тексеруден өтіп, арнайы емдеуін жасаңыз. Тізенің ауырғанын үйде емдеуге бола ма? Жаныңызға батып, мағзаңызды алып жүрген бұл дерттен құтылу үшін 3 кеңеске назар салыңыз. Бірінші кеңес: әрине, тізенің ауруына халықтық жолмен шипа табуға болады. Ол үшін 3 ас қасық мейіз, 4 ас қасық желатин, 2 ас қасық асқабақ дәні, 200 мг бал, 4 ас қасық күнжіт, 8 ас қасық сағыр дәні қажет. Дайындалу тәсілі: алдымен дәндерді бір ыдысқа саламыз. Оны блендердің көмегімен жақсылап ұнтақтайсыз. Оған мейіз, желатин, күнжіт және бал қосып, тағы да блендермен араластырыңыз. Бір келкі қоймалжың болған кезде шыны ыдысқа салып, қақпағын мықтап жабасыз. Бұл ыдысты тоңазытқышта сақтау керек. Дайын болған емді қоспаны күніне 2 рет таңертең аш қарынға және түскі тамақтың алдында 1 ас қасықтан қабылдайсыз. 1 аптадан соң оң нәтижесіне көз жеткізесіз. Бұл қоспа тізенің қақсағанын басады. Сіңірдің ауырғаны жазылып, қуаттанады. Буынның жұмысы жақсарады. Зат алмасу реттеледі. Екінші кеңес: фольгада өз кезегінде тізенің ауруына ем болатын қасиетке ие. Ол үшін түнде ұйқыға жатардан алдын ала тізеңізді фольгамен ораңыз. Сыртынан жылы орап, таңға дейін жатасыз. Осы әдісті ерінбей 3-4 күн жасасаңыз, тізенің ауырғаны басылады. Үшінші кеңес: егер тізеңіздің айналасы ісініп, ауыра бастаса, сарымсақ майының көмегіне жүгініңіз. Ол үшін 300-400 грамм сарымсақты қабығынан тазартып, блендермен ұсақтаңыз. Үгіндіні 1 литрлік шыны бәңкіге салып, үстіне өсімдік майын құясыз. Ыдысты күн тимейтін жерге қойып, күнде 1-2 рет қосап қойыңыз. Шамамен 2 аптадан соң езбені 4 қабатталған дәкемен сүзіп аласыз. Дайын болған сарымсақ майын тізеңіздің айналасына сіңдіріп жағасыз. Тіпті аяғыңыздың ауыратын тұстарына жағуға да болады. 1 келкі етіп жағып, болған соң сыртын пленкамен орайсыз. Оның сыртынан жылы орамал байлау керек. Емдеу
түнде жатар уақытта жүргізесіз. Осылайша таңға дейін жату керек. Бұл емді бір рет жасағаннан-ақ оң нәтижесін байқайсыз. Ескерту: халық емін қолданбас бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңесіп алыңыз. Сіздермен бірге дертке дауа арнасы. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.